Авокадоны күнделікті жесе не болады? Ең пайдалы супер жеміс ретінде танылған авокадо шын мәнінде пайдалы ма? Бүгін авокадоның пайдасы қандай және ол бағасына сай өнім ба? Толық талқылайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ауырмасын деген жақындарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыз. Ал біз бастаймыз. Авокадоны сыртқы көрінісіне байланысты аллигатор алмұрты деп те атаған. Ежелде авокадоны жаңғақ деп санаған болса, қазір ол жеміс. Яғни мәңгі жасыл ағашта өсетін жеміс түрі. Авокадо жұмсақ кілегейлі консистенциялы нейтралды дәмі бар жеміс. Авокадо ең нәрлі, құнарлы жеміс ретінде Гиннес рекордтар кітабына енген жеміс түрі. Авокадоның құрамында калий, фосфор, кальций, магний, натрий, темір, А, К, С, ПП, Е және Б тобының дәрумендері мен майлар бар. Авокадо өте калориялы жеміс. 208 граммда шамамен 100 калория бар. Авокадоның құрамында қант, зиянды майлар мен холестерин жоқ. Қант диабетімен ауыратын адамдарға қажет супер жеміс десек те болады. Авокадоны жиі қолдану қанды зиянды холестериннен тазартады. Өйткені авокадо құрамында олеин қышқылы кездеседі. Ол қауіпті холестериндердің жиналуына жол бермейді, ал жиналған холестериндер мен улы заттарды жояды. Авокадоны әсіресе таңғы асқа қосып қабылдаса, күні бойына сергек және энергияға толы күйде жүресіз. Авокадо құрамындағы компоненттер адам ағзасын вирусты шабуылдан қорғайды. Құрамындағы С және Е дәрумендері иммунитетті жоғарылатып, қартаю процесін баяулатады. Бет терісінің жылтырап балғын болуына септігін тигізеді және теріні ылғалдандырып, тері серпімділігін жоғарылатады. Шаштардың сынғыштығы мен шаш түсуін тоқтатып, шаш пен бас терісінің жағдайын жақсартады және нәрлендіреді. Сонымен қатар авокадоны жиі қолдану есте сақтау қабілетін жоғарылатады. Ақыл-ойдың белсенділігін арттырады. Құрамында калий көп кездескендіктен стресске төзімділік артады, ұйқы бұзылуының және шаршағыштықтың алдын алады. Сергек әрі белсенді өмір сүргіңіз келсе, дәл осы жемісті тұрақты түрде тұтынуды әдетке айналдырыңыз. Сондай-ақ бұл жемісті тұрақты түрде қабылдайтын болсаңыз, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Қан тамырларын зиянды токсиндерден тазартады. Бос радикалдардың зиянды әсерінен қорғайды. Созылмалы аурулардың да алдын алады. Аллигатор алмұрты қан қысымын бір қалыпты ұстап тұратын қасиетке ие. Егер сізді жоғары қан қысымы мазаласа, ойланбастан авокадо тұтынуды бастағаныңыз жөн. Және де бұл жемісті тұрақты түрде қабылдау қазіргі таңда дерлік барлық адамда кездесетін анемияның алдын алады. Авокадо асқазан ішек жолдары ауруларына өте пайдалы. Рак клеткаларының пайда болуына қарсы күреседі. Себебі авокадо фитонутриенттер мен фитохимиялық заттарға өте бай болып келеді. Егер авокадоны тұрақты қабылдасаңыз, тістеріңіз бен сүйек буындарыңыздың саулығын қамтамасыз ете аласыз. Өйткені авокадо кальций мен фосфордың көзі болып табылады. Сонымен авокадо атына және бағасына сай деген баға беретін боламыз. Ал енді авокадоның зиянды жағы мен қарсы көрсетілімдері туралы айтатын боламыз. Авокадоның қабығы мен ортасындағы тұқымы өте токсинді болып келеді. Сондықтан авокадоны ашып, жеуге жарамды жұмсақ бөлігін алып, ал қабығы мен тұқымын дереу тастап жіберіңіз. Авокадо құрамындағы қандай да бір компонентке аллергияңыз болса, авокадоны қабылдамағаныңыз дұрыс. Жүкті және емізулі аналар аз мөлшерде және өте сақтықпен қабылдауды ұсынамыз. Және авокадоны шектен тыс қабылдауға кеңес берілмейді. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.